Сәлем достар, мен Гүлшар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз саңырауқұлақпен, қаймақпен тауық етін жасайтын боламыз. Оған бізге пияз керек, чеснок керек, тауықтың өзі, қаймақ, саңырауқұлақ және тұз, бұрыш қажет. Менде тауық еті туралып дайын тұр. Енді пиязымызды тураға көшеміз. Енді саңырауқұлағымызды тураймыз. Бізде гарнирға күрішімізді мультиваркаға салып пісіріп қояйық. Жарты ас қасықпен тұз, 2 ас қасық сұйық май. Күріштен асырып қайнаған су қоямыз. Енді күрішімізді жарты сағатқа қойып қоямыз. Қызып тұрған табаға майымызды құямыз да пиязымызды қуырып аламыз. Міне пиязымыз қуырылды, енді тауық етімізді саламыз. Чесногымызды саламыз. Жақсылап араластырамыз да саңырауқұлағымызды саламыз. Дәміне қарай тұз, және қара бұрыш саламыз. Және 2 ас қасық 20% қаймақ қосып, жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырамыз. Кішкене қайнаған су қосамыз. Кішкене су қойғаннан кейін қақпағын жауып 20 минут қайнатамыз. Міне достар, біздің тауық еті мен саңырауқұлағымыз дайын. Оған гарнирға күрішіміз де дайын. Осылай менің рецептіммен дайындап көріңіздер. Ас болсын.